Сәлем қыздар, сіздермен бірге тағы да Маржан. Бүгін біз Instagram арқылы қалай табыс табу туралы қысқаша айтып өтетін боламын. Ол бізде мынау сайт берілген. Астында описание деген қарасаңыздар, мен ссылкасын қалдырып кетемін. Сол арқылы өтіп, сіздер регистрация жасап, ақша табуларыңызға болады. Мен бір қырғын ақша деп айта алмаймын, бір айына 15-20 мың шамасында табуға болады. Байқасаңыздар, қазір көп блогерлер осы Инстаграмда осы сайтты сатып жүр, 1000 теңгеден 2000 теңгеден сатады. Мен сіздерге оны тегін беріп отырмын. Сол арқылы, егер қосымша табыс тапқыларыңыз келсе, астынан өтіп, регистрация жасап, подписка, лайк басу арқылы ақша табуларыңызға болады. Мен қазір видеосын көрсетемін телефон арқылы. Сіздер соны көріп алыңыздар. Игіліктеріңізге жарасын. Алдымен мына описаниядағы ссылкадан өтеміз. Сол ссылканы басқан кезде осындай сайт ашылады. Соның астындағы начать зарабатывать дегенді басамыз. Сөйтіп осы жерде регистрация жасаймыз. Болмаса, мынау ВКонтакте мен Фейсбукпен де кірсеңіз болады. Мен ВКонтактемен кірдім. Парақша ашылғанын күтеміз қазір сәл. Егер сіз алдын кірмеген болсаңыз, регистрация сұрайды. Өзіңіздің логин және пароль ойлап табу керек. Қиын емес регистрациясы, көресіздер. Сөйтіп заработать дегенді басамыз. Осындай ашылады. Осы жерде все задания, подписки, лайки, YouTube, Twitter деп тұрады. Соның кез келген біреуін таңдаймыз. Сөйтіп, обновить деп бір-екі рет басып жібереміз. Осы жерде жазылған санды тереміз. Продолжить дегенді басамыз. Мен Инстаграмдағы подписки дегенді таңдадым. Осы жерде Инстаграмға кірілмеген болса, алдын ала кіріп аламыз. Сөйтіп подписка жасап, міне проверить дегенді бассаңыз, міне выполнено деп шықты. Осылай шетінен істеп кете береміз. Ақшаны шығарып алу үшін вывести деньги дегенді басамыз. Бізге мына Kiwi кошелек арқылы шығарып алсақ болады. Kiwi кошелегіміздің номерін тереміз осында. Сөйтіп перевести дегенді басамыз. Сонымен болды. 1-2 күнде ақша түседі. Қиын емес, өздеріңіз де түсініп аласыздар. Осы. Қыздар, мен сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Ал егер де сіздерге ақшаны одан сама көбейткілеріңіз келсе, онда сіздер сол жерде реферальный код деген болады сайтта. Соны копировать етіп атсаңыздар болады сайтты. Болмаса тағы бір екінші жолы сол кодты достарыңызға беру арқылы ақшаларыңызды одан сама көбейтулеріңізге болады. Ары қарай енді өздеріңіз қарайсыздар. Ал мен өз мақсатымды орындадым, сіздерге сайтты бердім тегін. Енді оны жақсылыққа пайдаланыңыздар. Ал келесі кездескенше сіздермен болған Маржан.